келдіңдер ме, оқушылар? Онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Биология пәні 10-шы сынып. Бүгінгі сабаққа сендерге сәттілік тілеймін. Сабағымыздың тақырыбы жүйке жасушаларының құрылысы. Сабағымыздың мақсаты жүйке жасушасының құрылысын түсіндіру, нейрондардың, миелинді аксондардың әрекет потенциалының инициациясы мен трансмиссиясын сипаттау және түсіндіру. Бағалау критерийлері: жүйке жасушаларының құрылысын біледі, нейрондардың, миелинді аксондардың әрекет потенциалының инициациясы мен трансмиссиясын сипаттайды және түсіндіреді. Бейнесюжетке назар аударайық. Нейрондар жүйке ұлпасының құрылымдық қызмет атқарушы бірлігі. Бұл жасушалар ақпаратты қабылдайды, өңдейді және өткізеді. Омыртқалылар нейрондарының өзіндік құрылымы бар. Олардың ядросы жасуша денесі деп аталатын орталық бөлігі және көптеген өсінділер болады. Көптеген қысқа тармақталған өсінділер дендриттер деп аталады. Жасуша соңындағы ұзын өсінді аксон деп аталады. Аксондардың ұзындығы 1-2 мм-ден 1 метрден астамға дейін жете алады. Бір нейрон басқа нейронмен немесе эффекторлы мүшемен синаптикалық саңлау арқылы байланыс алады. Аксон мен дендриттің немесе аксон мен мүшенің байланысуы синапс деп аталады. Енді балалар, терминдерді есімізге түсіріп, анықтамасын берейік. Нейрон жүйке жүйесінің құрылымдық және функционалдық бірлігі. Аксон жүйке жасушасының ұзын өсіндісі. Дендрит жүйке жасушасының қысқа тармақталған өсіндісі. Рецептор сыртқы немесе ішкі тітіркенуді қабылдайтын жүйке мүшелерінің ұштары. Сызбаны сөйлет стратегиясы арқылы нейронның құрылысы мен атқаратын қызметін анықтаймыз. Нейрон жүйке жасушасы, денесі сома деп аталады. Қысқа тармақталған өсіндісі дендриттер деп аталады. Тармақталмаған ұзын өсіндісі аксон деп аталады. Дендрит және нейрон денесі миме жұлынның сұр затын құрайды. Аксон май қабы мен миелинмен қапталған ұзын өсіндісі мимез жұлынның ағзатын түзеді. Атқаратын қызметіне қарай дендриттер қабылдаушы қызмет атқарады, аксондар хабарлаушы қызмет атқарады. Жүйке жасушаларының 3 типін ажыратады. Униполярлы шайнау бұлшықеттерінің сезімталдығын қамтамасыз етеді. Биполярлы көру, есту, иіс сезу жүйкелерінде кездеседі. Мультиполярлы 60-қа жуық нұсқалары бар. Пішіндері ұршық тәрізді, жұлдызша, себет тәрізді болады. Бірінші тапсырма. Тапсырманы дәптерлеріңе орындаңдар. Суреттегі А және Е әріптермен көрсетілген нейрон бөліктерін атап көрсетіңдер. Дескриптора тапсырманың жүйке ұлпасының құрылымдық бөліктерін атап көрсетеді. Тапсырма 5 балдық жүйемен бағаланады. Тапсырманы орындауға 1 минут уақыт беремін.
Енді балалар тапсырманы жауабымен тексереміз. А. Дендрит, Б. Нейрон ядросы, С. Синапс, Д. Аксон миелині, Е. Аксон. Жеткен жетістіктерімді шапалақтау әдісі арқылы бағалаймын. Қол шапалақ. Келесі тапсырма. Екінші. Нейрон органоидтарының қызметін дәптерлеріне 151-ші беттегі кестені сызып толтырыңдар. Нейрон органоидтары Гольджи, митохондрия, лизосома, микротүтікшелер. Бұл тапсырманың дескрипторы нейрон органоидтарының қызметін атайсыңдар, 4 балдық жүйемен бағаланады. 1 минут орындауға. Тамаша, тапсырманы жауабымен тексереміз. Гольджи аппараты нейрон ядросын сыртынан тор тәрізді қоршап тұрады. Митохондрия нейронның энергетикалық қажеттілігін қамтамасыз етіп, әсіресе аксон төмпешігінде синапстар аймағында митохондриялар көбірек шоғырланады. Лизосома нейрондағы бір қатар заттардың гидролизін қамтамасыз етеді. Микротүтікшелер нейрон денесін тесіп өтеді де ақпараттың сақталуын таралуына қатысады. Өзіміз смайлингтер арқылы бағалаймыз. Тамаша, жарайсың, керемет, және қосымша тағы да дайындау. Үшінші тапсырма биологиялық диктант. Бос орындарға дұрыс жауабын толтырасыңдар, сөйлемді аяқтайсыңдар. Бұл тапсырманың дескрипторы жүйке жасушасының құрылысын сипаттайсыңдар, 4 балдық жүйемен. 1 минут. Тамаша, өзімізді тексерейік. Нейрон денелер мен қысқа өсінділердің топтасуы миме жылының сұр затын түзеді. Ақ май қабымен қапталған ұзын өсінділері аксонның ақ затын түзеді. Нейронның ұзын өсінділерінің тармақталу жүйке ұштары рецепторлар. Нейронның сезімтал қозғалтқыш болып бөлінеді. Бұл тапсырманы бас бармақ әдісімен бағалаймын. Білгенге маржан айдары. Сендер білесіңдер ме, балалар? Адамның миы тәулігіне өндіретін электр импульстері бүкіл әлемнің телефондарын қосып өндіретін электр импульстерінен көп болады. Адамның миында 1 секундта 100 000 химиялық реакция жүреді. Минут сайын ми қан тамырлары арқылы 3,5 литр қан өтеді. Ал 2 жарты шардың барлық қан тамырларын қосқанда ұзындығы 560 километр болады. Жақсы, енді балалар, сабағымызға кері байланыс беріңдер маған. Сабақты білімдеріңді ай белгісімен бағалаймыз. Егерде сабақ толық түсінікті болса, толық аймен, жартылай түсінікті болса, жартаймен, егер қиналамын, түсінбегенім басымда болды десеңдер, жаңа туған аймен белгілейсіңдер. Үйге тапсырма, балалар. 147-150 беттегі 100-ші параграфты оқу және
параграфтың соңындағы сұрақтарға жауап беру. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.